Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба, апай. Бүгінгі күнге барлықтарыңа сәттілік Сізге де. отырыңдар. Сабағымызды бастамас бұрын өзіміздің көңіл күйімізді көтеру мақсатында тақтаға шығып, психологиялық дайындық жүргізейік. Келіңдер. Бүгінгі көңіл күйлеріңді мына ішіндегі смайликтер арқылы білдіреміз. Жарай ма? Санжар, мен саған бүгінгі күйде тамаша күй сыйлаймын. Бүгінгі нау секілді сабағыңды керемет оқы. Маған өтемі, мен қазір тамаша болып тұрмын. Сен де осылай тамаша болып жүр. Маған керемет лебіз түсті. Саған да осындай керемет лебіздерді, сыйлықтарды тілеймін. Көзлер, мен саған осы гүл сияқты құйылып күліп жүре берейін. Апай, мен сізге бүгінгі күнде сәттілік тілеймін. Өте керемет. Барлықтарыңа бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Жаңа тақырыпқа байланысты тамақтану мәдениетіне кімнің үйінде қандай мәдениет сақталған? Ерасыл айта қойшы кәне. Тамақ жеп отырып сөйлеме дейді. Себебі ол шашалып қаласын деп атамыз айтады. Дұрыс айтасың, өте керемет. Тағы да Кәусар айта қойшы. Тамақ ішкенде сөйлеме және де бір қолмен оң қолмен жеу керек. Оң қолмен жеу керек. Дұрыс, отыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгінгі тақырыбымызға байланысты қазақ тіліндегі 9 сөз табының бір түрі шылау. Шылау ол сөз табы, мағынасы жоқ, сөйлем мүшесі болмайды, сөзден бөлек жазылады, сөз бен сөзді байланыстырады, сұраққа жауап бермейді. Мысалы, бер, пен, және, да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе, үшін, туралы, шен, дейін, қой, ғой, ғана, қана, ақ. Екі сөздің ортасын байланыстыратын не? Шылау түрлері. Не балалар? Ал енді шылау қазақ тілінде үшке бөлінеді. Қандай? Септеулік, жалғаулы, демеулік. Септеулік шылау дегеніміз белгілі бір септікте тұрған сөзбен ғана тіркесіп, сөздерді сабақтастыра байланыстырады. Септеулік шылау дегеніміз өзі алты айтып тұр, балалар. Ал жалғаулық шылау дегеніміз сөздер мен сөйлемдерді салаластыра байланыстырады. Ал демеулік шылау дегеніміз сөз бен сөзді, сөйлемдерді байланыстырмайды. Өзі тіркескен сөзге мағына үстейді. Балалар, сонымен шылаудың қандай түрлерін білдік біз? Септеулік, жалғаулық, демеулік. Септеулік, жалғаулық, демеулік. Септеулік деп ат айтып тұр. Белгілі бір септікте тұрады, сөзбен ғана тіркеседі. Ал жалғаулық деп екі сөзді бір-бірімен байланыстырады. Демеулік ол сөз бен сөзді, сөйлемдерді байланыстырмайды. Өзі тіркескен сөзге мағына түседі. Балалар? Енді бүгінгі өткен тапсырмаға байланысты кітабымызды ашамыз. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Гигиенасы дейді. Балалар, дұрыс тамақтану мәдениеті дегеніміз әр түрге бөлінеді. Әр отбасында, дастархан басында өзінің отбасының күнделікті ережеге сай мәдениеті болады. Балалар, соған байланысты біз тақтаға қарап, бүгін тақырыпты ашу мақсатында тамақтану гигиенасымен танысамыз. Тамақтану ағзаның қуат шығынының орнын толтыруға, тіндер құрылуына және жаңартылуына, және қызметтерді реттеп отыруға, қажетті ағзаға түсетін заттардың қорытылу, сіңу және сіңірілу үрдістері, ағзаның өмір сүруге, денсаулықты және жұмысқа қабілеттілікті сақтау қажет нәрді заттарды, ақуыз, май, көміртегі, дәрумендер, минералды тұздар бойға сіңіру процесі. Бұл не, балалар? Тамақтану. Тамақтанудың да өзінің әр түрлі нелері бар, әдеттері бар.
кез келген уақытта тамақты бей-берекет жеп, кез келген уақытта өзіміздің организмімізге тән емес тамақты пайдалануға бола ма? Болмайды, иә. Тамақтану сауаттылығының 5 негізі бар. Тыңдаймыз. Тамақ құрамында негізгі қоректік заттар. Егер тамақ ортақ болса, өз алдыңызда жеңіз, ол әдептіліктің айқын көрінісі. Сондай-ақ тамақ ортаға қойылса, ыдыстың шетінен бастаған абзал. Өйткені тамақтың берекесі ортасына түсіп, шетіне таралады. Егер жеңілетін нәрсе бір-бірлеп алынатын болса, онда уыстап алынбағанымыз жөн. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Егер біреу көппен бірге құрма жеп отырған болса, ондағылар рұқсат етпейінше екіден алмасын деген. Тамаққа шақыру, онымен бөлісу, көркем мінездің шыңы. Ол бойдағы сараңдықты жойып, жомарттық пен мырзалықты дамытады. Тамаққа көп қолдың созылуы береке шақырса, тамақты менсінбеу жоқшылық шақырады. Тамақты айыптау, сынап өтеу, жасаған адамның көңіліне ауыр тиетіні сөзсіз. Сол үшін де пайғамбарымыз олар Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ешқандай тағамды айыптамайды. Ұнаса жейді, ұнамаса жемейді. Тамақтанып болған соң, ұнатуын бана айтып батағанымыз. Бізге осы тағамды жегізіп, әрі оны ешқандай күш-қуатсыз бізге ризық еткен Аллаға мадақ болсын. Өте жақсы айтылған, балалар. Не түсіндіңіздер? Өте жақсы. Енді бір шапалақтап барып айналамыз қайттан. Бір қайтып қалған. Не қалды? Кәмде тағы да істейміз. Бұның зиян болды. Бір, екі, үш. Көрдіңдер ме? Бұл жерде өздерінің епсіздіктері көрініп қалды, е? Әр баланың өзінің ептілігіне байланысты. Өте керемет, отырыңдар. Кішкене экранға қарап, өте керемет нәрсе ұғынды, е? Бүгінгі сабақты осымен қорытындылаймыз. Енді тақтада білім қоржыны тұр. Әр қоржынның ішінде әртүрлі асықтар берілген балалар. Міне жақсы түсіндім дегенде. Көптеген қызыл түсті асықтар берілген. Әлі де іздену керек. Бұл жерде де көптеген түрлі түсті асықтар берілген. Ал өте жақсы түсіндім деген қоржында жасыл түсті асықтар берілген. Енді бүгінгі сабақты кері байланыс жасаймыз. Тақтада тұрған білім қоржынына өздерің қалаған асықтарымызды саламыз. Ашып тұрсаңыз орталарында. Өте керемет. Мен бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім. Сол себепті мен осы жасыл асықты таңдадым. Салауы келесі. Мен бүгінгі сабақты өте керемет түсіндім. Жақсы. Салауы келесі. Мен де сабақты өте жақсы түсіндім. Салауы өте жақсы. Мен сабақты жақсы түсіндім. Мен де сабақты жақсы түсіндім. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Және бұл сабақ маған ұнады. Жарайсыңдар. Орнымызға жайғасамыз. Бүгінгі сабақта өте керемет нәрсе ұғынды. Бүгінгі сабақты осымен қорытындылаймыз. Енді тақтада білім қоржыны тұр. Әр қоржынның ішінде әртүрлі асықтар берілген балалар. Міне жақсы түсіндім дегенде. Көптеген қызыл түсті асықтар берілген. Әлі де іздену керек. Бұл жерде де көптеген түрлі түсті асықтар берілген. Ал өте жақсы түсіндім деген қоржында жасыл түсті асықтар берілген. Енді бүгінгі сабақты кері байланыс жасаймыз. Тақтада тұрған білім қоржынына өздерің қалаған асықтарымызды саламыз. Ашып тұрсаңыз орталарында.
Өте керемет. Мен бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім. Сол себепті мен осы жақсы жазуды таңдадым. Салауат, келесі. Мен бүгінгі сабақты өте керемет түсіндім. Себебі Жақсы, Салауат, келесі. Мен де сабақты өте жақсы түсіндім. Салауат, өте Мен жақсы. сабақты жақсы түсіндім. Мен де сабақты жақсы түсіндім. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Және бұл сабақ маған ұнады. Жарайсыңдар балалар. Орныңызға жайғасаңыз. Бүгінгі сабақта алған білімдеріңді мынандай түрлі смайликтер арқылы бағалаймын. Бұл жерде Ерасыл, Жаннұр, Ақнұр өте тамаша деген смайликпен бағалаймын, е балалар? Өте керемет. Былай тұр, Ал енді Санжар, Әлібек, Кәусар, жақсы деген бағамен бағалаймын. Бұл жымиып тұрған смайлик, балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үй тапсырмасы 6-шы жаттығу. Қазақ әдебиеті оқулығынан жалғаулықты шылауларға 6 сөйлем тауып жазып келеміз. Сау, саламат болыңыз.